Сөздердің байланысу тәсілдері. Сөйлемдегі сөздер бір-бірімен төрт түрлі тәсілмен байланысады. Сөздердің байланысу тәсілдерінің түрлері жалғаулық шылаулар арқылы. Жалғаулық шылаулар жіктік, септік және тәуелдік жалғаулар арқылы. Мысалы, мен оқушымын, балаға бер. Екінші, шылаулар арқылы. Сөйлемдегі сөздер септеулік және жалғаулық шылаумен байланысады. Мысалы, білім алу үшін сабақ туралы сөйлес. Және де орын тәртіп арқылы байланысады. Сөйлемдегі сөздер ешбір жалғаусыз қатар тұрып, орын тәртіп арқылы байланысады. Алыс жер, атақты адам. Төртінші, интонация арқылы. Сөйлемдегі сөздер интонация арқылы байланысады. Асан оқушы, бұл қалам.